Менің айтайын дегенім енді конституция жөнінде де, референдум жөнінде де, бұл референдумды өткізу әсіресе бізге сын. Біз енді абай елі, абай жері, жасырар ештеңесі жоқ. Осыдан 20-25 жыл кісі есігіндей болып, көңіліміз қағажу болып, өнерде де, өлеңде де барлығында кішкене артта қалыңқырап, құрылыстың бәрі кері кетіп, сөйтіп жатқан кезде президентіміздің оң көзінің арқасында Алаштың отаны, басқа емес, Алаштың отаны болған Семей жырын қайта түлету керек деп, оған өзінің Абай атасының есімін беріп, осыншама құрмет көрсетіп, бізге осындай мезірет жасап, үлкен шешім қабылдаған президентіміз бізге біз қай кезде де қарыздармыз. Ол кісі алғаш сайланғаннан кейін, бір айдан кейін осы Абай еліне келді. Жидебайда қарсы алдық. Ақсақалымыз бата берді. Сонда ол кісі Жидебайды аралап, көріп, кішкене кетеуге кетіп қалғанын көрді. Енді ол 95 жылдан кейін жаңағы мұражайдың басының өзінде де сол кішкене әлсіреп, жағдай әлсіреп, көзге, көңілсізде көріп тұрған ұқты ол кісі. Сол кеткеннен кейін келесі жылы Абай аталарымыздың 175 жылдығы ғой. Соны міндетті түрде дұрыстап өткізуіміз керек дейді. Ол сол пәрмен сөз болды да, біз онда ана өскеменге қараймыз, қолма-қол шешім қабылданып, тәп-тәуір жұмысқа қаражат бөлінді, сол шерумен басталып кетті. Дәл сол уақытта пандемия деген кесел келді да, көп нәрселерге кедергі болып, жаңағы пандемияның кесірінен. Бірақ соның өзінде керемет жасады. Мысалы, сонда президенттің бір ауыз сөзі бар. Абайды айтқанда біз Құнанбайды ұмытпауымыз керек. Соның арқасында, сол бір ауыз сөздің арқасында Құнанбайды біз қайтарып алдық. Құнанбайға сол жаңа 75 жылдықта Құнанбайдың музейін аштық. Онда көптеген шаруалар жасалды. Енді оған да көңіл толмағандай, жоқ, енді 180 жылдығын, Абай атамыздың 180 жылдығын міндетті түрде пәрмен түрде өткізуіміз керек деп тағы да шешім қабылдады. Жай ғана өткізген жоқ, соны өткізуге өзінің жанында жүрген кеңесшісі біздің бауырым Берік Уәлиді жіберді. Рухани дүниесі бай. Бізге ана көп екені емес, сондай есеп қисаптың адамдары біздің облысқа керегі жоқ. Біздің облысымызға нағыз рухани жан дүниесі, осы біз өзі өлеңмен, өнермен өнген елміз ғой. Бізге сондай адам керек болды. Нағыз сондай адам болды. Міне Берік Уәли, көзінше мақтағанымыз Берік Уәли келді. Сонымен біздің қазір, міне сіз гүлденген, еңсестіктелген, халықтың беті қараған, бетін бері қаратудың өзі де күшті. Халықты жан-жағына ұйымдастыра білген, жаңарған Абай еліне келіп отырсыз, қымбатты Ерлан Тынбайұлы. Мен бір таңғаламын. Осында енді президентіміздің тікелей пәрмені шығар. Қазір мен де тақпа отырған адаммын. Мен облыстың орталығына басқа облыстар келіп, анадай құрылыс салып беретініңізде мен бірінші дедім. Осында барлық облыстың басшылары келіп, осында бір ғимарат салып жатыр. Өзі қаланып та жатыр шетте. Ал енді президентіміз одан да басқа уақыт емес. Енді кейіннен біздің мынау осы көп мына өнер адамдар отыр. Сол кісілердің бір арманы болатын. Арманы болғанда біздің енді өкпеміз де болды. Бір кішкентай анақандай Абай театрының ішінде барлығы орыс театрда, жастар театрында 3 театр отырғанды. Көрермені көп, 3 театрмен қалай енді болмай. Соған Көкшетауда айтты, оны кейіннен Абай елінде мынандай Абай театры салу керек деп пәрмен берді. Оның іргетасы Бергөш қаланып та жатыр ғой деймін. Білім бас алғалы жатыр. Жалпы халықтың ниет ықыласы, бет тұрысы бүтіндей өзгерді. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, енді көптің атынан айта алмаспыз, бірақ енді Абай жері болғаннан кейін айтуға тиісті шығармыз. Біз референдумға өз бәріміз бір кісіде қатысуымыз керек. Бір кісіге қатысу керек. Онан кейін енді конституция жөнінде жаңағы дұрыс айтылып жатыр. Конституцияның барлығында біз астынсыз оқыдық. Онда енді көп дүниелер бар. Оның барлығы өзгерістер де бар. Ал конституция дегеніміз біздің өміріміз ғой. Ертеңгі біздің болашағымыздың. Біздің енді сол ұрпақ өсіріп отырғандар, сол болашағына тойлап отырғандарға жаңа өмір өзгерген сайын, қоғам өзгерген сайын, оның жаңағы
қозғаушы күші. Біз қозғаушы күші алтын заңымыз конституцияда да өзгерістер болады. Енді оның артығы жоқ. Сол өзгерістердің барлығын шын жүрегімізбен біз қабылдаймыз. Меніңше бұл осы отырған зиялы қауымдардың барлығы да қабылдайды. Көріп отырмыз ғой енді. Жоқтан нәрсеге жоқтың астын сызып, көп нәрсені енді біздің кейбір үлкен мықты азаматтарымыздың өздеріне кейде өкпелеп қаламыз. Мен ауылда отырған адам ғой, бірақ біз ауылда тұрған біздің көзімізде телевизорымыз бар, көреміз сонда. Алдыға шығып, елдің аузына сөз салып беріп жүрген адамдарды көріп жүрміз. Бұл дұрыс болмайды. Көріп отырсыздар қазір. Қазір біз дүние жүзі немене болып кетті. Таяу шығыстағы жаңағы дүниелердің өзі бұл халық үшін, ел үшін жақсы нәрсе емес. Жан-жағымыз солай болып отырғанда, сондықтан да аспанда жерден де болатын сондай алапат соғыстардан бізді алғы қойып отырған бүкіл реформаны абай елі қолдайды. Және абай елі ертеңгі референдумда маңдайы жарқырап, сол енді 100% артық айта қоймай, бірақ дауыс беруге барлық бір кісідей қатысады. Аман есен болыңыз, жортқанда жолыңыз болсын, Ерлан Тұрымбайұлы. Барлық елдіге, бізге, президентімізге абай елінің алғысын, абай елінің шексіз осындай рахметін президентімізге енді жеткізіп барыңыз. Абай елі сізді қолдайды екен, абай жері қолдайды екен. Өйткені ол кісі біздің абай үшін жанын берген адам. Ал енді абай елі жанын берген адамға оның алға қойып отырған реформасын орындауға біздің бір-біріміздің бір кісідей атсалысатынымызды кәміл сендіреміз. Аман болыңыз.